Ассаламу алейкум. Сіздерге дұға, Құрандағы дұғаларды оқылуын ұсынбақпыз. Жалпы дұға мұсылманның қорғаны немесе дұға мұсылманның қаруы деген сияқты әртүрлі айтылып жүрген сөз бар. Жалпы дұғаны ең басы сіз Алладан сұрай білсеңіз болды. Бірақ соның ішінде пайғамбарымыз үйреткендей және де Алла тағала Құранда өзі үйреткендей сұрау ол шынымен де артық нәрсе. Дұғаны енді мағынасында біз енді сұрау, Алланы көмекке шақыру немесе Алладан қалауыңды сұрау деген, яғни жәрдем өтіну деген мағына береді. Енді осы жерде бір маңызды нәрсе бар. Алла тағала «Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб» дейді. Егер Раббым сенен мен жайлы сұраса, айт дейді. Оған не? Мен жақынмын. Уджибу даъватад да'i иза да'ан. Егер де ол мені шақырып немесе жәрдем сұраса, мен оған не? Жауап беремін дейді. Осы жерде Алла тағала «Фа инни қариб» дейді. Мен жақынмын дейді. Ол тек қана жақынмын деген хабар беру емес. Демек сіз дұға сұраған кезде сіз Раббыңызға немесе Раббыңыздың сізге жақын екенін сезініп тұрып сұрайсыз ба? Былайша айтқан кезде сіз дұғаны жасаған кезде сіз Раббыңызға өзіңіз жақын халде екеніңізді былайша айтқан кезде сезесіз ба? Яғни сондай нәрсе болу керек. Яғни Аллаға шынайы сену керек. Және сұрап жатқан нәрсеге не? Алла тағала маған дұға етіңдер, мен не? Оны қабыл аламын дейді. Яғни сіз дұға жасаған кезде оның Алланың қабыл алатындығына сіз шынымен де сенесіз ба? Яғни адамда яқин, шынайы сенім бар ма? Сол маңызды да. Екінші, мынау адал ас маңызды. Яғни адамның күнделікті киіп жүрген, ішіп жүрген тамағының халалдан болуы оның дұғасына тікелей әсер етеді. Әйтпесе оның дұғасы тек қана не? Жай ғана сайрау болып қалады да. Демек осындай өзінің шарттарын сақтай отырып, сіз не? Дұғаңыздың бір сөз бар. Мен дұға қылғаннан кейін оның қабыл болмауына не? Ешқандай бір уайымдамаймын дейді. Өйткені мен сұрадым кімнен? Ең жомарт болған, ең құдіретті болған, барлық нәрсеге шамасы жетуші болған не? Алладан сұрадым дейді. Ендеше менің дұғам қабыл болмай қалуына қандай уайым болсын деген сияқты. Енді осы жерде тағы да сіздерге біраз анықтама берілген. Алла қаласа қарайсыздар. Міне, маған дұға етіңдер, сендерге міндетті түрде жауап беремін деген сүре. Бисмилла. Мына дұғаның әдеттері енді сақтағаныңыз өте жақсы. Бірінші дұға бізде Роббана сәл үлкетейін. Роббана тақаббал минна иннака антас самиъул алим. Роббана тақаббал минна иннака антас самиъул алим. Жалпы сіз бір іс жасағаннан кейін, немесе намаз оқығаннан кейін, немесе қандай да бір садақа жасадыңыз, тағы басқа бір істедіңіз, Раббым осы нәрсені менен қабыл ет. Немесе Құран оқыдыңыз, Раббым осы жасаған ғибадатымды қабыл ет. Расында сен барлық біз жасап жатқан дұғаларымызды, соның бәрін естушісің. Яғни мен сенің еститініңе шынайы сенімдімін. Және менің не істеп жатқандығымды, өзің үшін бе, әлде басқа үшін бе, қандай да бір адамның бір мақтау үшін бе, не үшін істеп жатқаныңды сен білушісің деп Алла тағаланы мақтайсыз және не? Амалыңыздың қабыл болуын сұрайсыз. Бұны яғни күнделікті өміріңізде яғни міндетті түрде бір рет болсын айтылуы керек дұғаның бірі ғой бұл. Раббым осы ісімді менен қабыл ет деген сияқты. Кейінгі бізде бұл Бақара сүресінің 127-ші аят екен. Екінші дұға Роббана атина фид дуния хасана. Роббана атина фид дуния хасана. Егер осы жерге тоқтайтын болсақ, хасана дейсіз. Кейбір кісілер хасанатан уафи. Сөздік жағынан ешқандай не? Қате жоқ. Хасанатан уафи деп кетіп жатса, сөздік жағынан. Бірақ енді Құран жағынан, Құран аяты болғандықтан тәжвид жағынан қателік болады. Бұл жерде біз хасанатан деп тоқтамай оқитын болсақ, хасанah деп тоқтасақ, ал тоқтамай оқитын болсақ,
хасанатан уа фил ахирати. Мына жерде бізде идғам деген ереже бар. Сол жүріп жатыр. Егер тоқтасаңыз, тоже не? Рұқсат. Хасана деген сияқты. Хасанатан уа фил ахирати хасана уақина азабан нар. Енді бұл дұғаны бәрі біледі. Альхамдулилля, бұл былайша үмметке берілген нығмет сияқты. Енді бізде әртүрлі дұғалардың көбін біле бермейміз ғой. Бірақ мына дұғаны бәрі біледі. Өйткені бұл дұға бір берекет сіңген дұғалардың бірі. Пайғамбарымыздың ең көп жасайтын дұғасы да осы еді. Бұл дұға ақырет дүниені қамтыған бүкіл дұға. Яғни ол мағынасы, Раббым маған дүниенің жақсылығын бер. Фид дүния, осы дүниенің. Және ақыреттің жақсылығын бер. Және несте тозақ азабынан қина, бізді сақташы деген мағына. Ғалымдар айтады, кімге шүкір ете алатын жүрек берсе дейді. Зікір қылатын не берсе дейді? Тіл берсе дейді. Және де оған сабырлық жасай алатын дене берсе, оған дүниенің жақсылығы берді. Және оған ақыреттің жақсылығы берді. Және ол тозақ отынан сақталынды дейді. Енді неге осы шүкір ете алатын жүрек десе, ол не? Әрдайым қанағат ететін жүрек. Өйткені бәріміз білеміз, дүниеде кімнің көзі тоймайды? Ешқандай қанағатсыз адамның. Қанағат қылған жүрек, ол шүкір ете алатын жүрек, ол бүкіл нәрсеге разы да. Және не? Арығылай өзін жалғастыра береді, нығметін, іздеуін. Және де зікір ете алатын тіл дейді. Яғни тек қана Алланы еске алатын тілден әрдайым не? Жақсы сөз шығады. Ол жерден біреудің ақысына кіру, біреуді жамандау, яғни басқа бәле тілден дейді ғой. Сіз біреуді жамандау, біреудің ақысына кіріп, біреуді балағаттау арқылы не? Өзіңізге зиян табасыз. Біреуді өсектеу арқылы кейін оны біліп қойса, сізге не? Ол өзінің қастандық дұшпандығын ойлайды. Яғни бүкіл бәле тілден. Сіз тіліңізді тек жақсы жаққа қолдандыңыз. Сіз әрдайым сөйлеген кезде не? Алладан қорыққан халде сөйлейсіз. Бұның өзіне зікір. Кейін не? Сабыр қылатын дене дейді. Не ол сабыр қылатын дене? Сіз қандай да бір күнәға жасайын десеңіз, ол жерде күнәнің негізі қайту үшін оған да күш керек. Яғни салихал амал жасау, жақсы іс істеу, оған күш керек қой. Дүние керек, оған күшіңіз кетеді. Тура сол сияқты харамнан тыйылу үшін де не? Адамға өте сабырлы, мықты, былайша қорқатын дене керек. Яғни сол күнәдан тыйылуға сабыр қыла алатындай ода күш-қуат дене болу керек. Сол үшін демек сіз өзіңіздің денеңізді, тіліңізді, жүрегіңізді сондай жамандықтан сақтай білсеңіз, сіз мына дүниеде тек қана жақсы адамдармен қарым-қатынаста боласыз. Ал ол деген сөз не? Сіздің ақыретіңіз абат, яғни гүлденеді. Және де ондай адамның не? Тозақтан сақталуы ақиқат деген сияқты. Бұл Бақара сүресінің 201 аяты. Осы аяттан бір алдын аят, сондай адамдардың ішінде сондай адамдар бар. Олар не дейді? Тек қана не? Осы дүниені сұрайды дейді. Оларға не? Құрдым болады дейді. Сондықтан ол дүниені сұрайды деген кезде тек қана дүниенің байлығын сұрайды деген сөз ғой. Кей кезде сіз егер намазда болсын, сәждеде болсын, осы дұғаны жасайтын болсаңыз, Роббана атина фид дуния, Раббым маған мына дүниенің жақсылығын берші деп сұрайтын болсаңыз, оның ішіне не кетеді? Рызығыңыздың кең болуы, жақсы жұбайыңыздың сұрауы, жақсы ұрпақтың сұралуы, қандай дүниеде қандай не бар жақсылық? Өзіңіз нені ойлап тұрсыз? Маған Раббым осы болса екен деп. Ол дүниенің жақсылығы. Яғни сіз сол өзіңіздің қалауыңызды ойлап тұрып осыны дүниенің жақсылығы десеңіз, Раббыңыз сізден жақсырақ білуші ғой. Сол дүниені осы дұға арқылы беруі мүмкін. Иншалла келесі дұға, Құдай қаласа, 3-ші дұға. Соны пайдалы болсын.